Ұяда көргенімді қайталадым. Әкем мен анамның күн сайын таусылмайтын ұрыс-керісін естіп өскендіктен олардың жанжалдасқанына әбден етіміз үйреніп қалған. Бітпейтін жанжалмен әлі де бірге тұрып келе жатыр. Кейде мен әке-шешеме қарап таңғалам. 6 баланы өмірге әкеліп, олардың барлығын да оқытты. Қарнымыз тоқ, көйлегіміз көк болатын. Сонда оларға не жетпейтін, не себептен күн сайын ұрса беретінін түсінбейтінмін. Ұсақ-түйек мәселелерге де басын ауыртып, түймедей де түйедей етіп отыратынын есейе келе аңғардық. Олардың бұл ұрыстары балаларына, яғни бізге әсер етпей қойғандығы соншалық селт етпейтін болдық. Олардың бажылдасып ұрысқандары сыбырласып сөйлесіп отырғанда естілетін күйге жеттік. Әке-шешемнің бұған ет үйреніп кеткені сонша үйімізге келген қонақтан да қысылмайтын. Осылай жүріп, ер жеттік, бой жеттік. Ағаларым үйленді, әпкелерім тұрмысқа шықты. Келген келіннен, күйеу балаларынан ұят болар-ау деп қысылып жатпаған соң, олар да бірте-бірте үйренісе бастады. Ағаларым әке-шешеме: сіздер бұлай ұрса берсеңіздер, біздің үйленбей қойғанымыз дұрыс шығар. Келген келіннің алдында масқарамызды шығарып, айтысып, тартысып отырсаңыздар, әке-шешесінен асып ешқайда бармайды бұлар деп, сый-құрметтен айырылып қалғымыз келмейді деп те айтқан болатын. Райымыздан қайттық, қартайғанда келін жұмсамасақ та болмас, келінді болсам жұмған аузымды ашпай отырамын деп, анам ағаларында бірінен соң бірін үйлендірді, немереде сүйді. Біраз уақыт берген уәдесінде тұрған анам қайтадан баяғы әдетіне басты. Егер әкем үйде болмай қалса, келіндеріне тиісетін анамның бұл қулығынан кейін әкем екеуінің арасындағы ұрыс-керіс отын үнемі шешеміздің өзі жағатынын білдім. Жеңгелерім де атамыз үйден кетпесе екен деп тілейтін болды. Өйткені өздерінің тыныштығын ойлағаны ғой. Тұрмысқа шыққан әпкелерім де үйдегі ұрыс-керістен қашып, көп келе бермейтін. Біздің шаңырақтың ауа райына әбден еті өліп кеткені сонша, әзіл шынын араластырып, ата-енелерін мазаққа айналып отыратын. Қартайғанда бала-шағаның мазағына қалды деген осы шығар. Мен бастапқыда әке-шешемнің осы тірлігіне намыстанатынмын. Үйге біреу келе қалса, атанам бірге отырған жерден кетіп қалатынмын. Менің арманым тезірек бой жетіп тұрмысқа шықсам деп армандайтынмын. Ол тілегім де орындалды. Мен әке-шешемнен жыраққа кеттім. Мектепті аяқтаған соң жоғарғы оқу орнына түстім. Жанындағы құрбыларым апта сайын ауылдарына барып, сағынышым басып айтса, менің үйге барғым келмейтін. Өйткені үйде де мені сағына күтіп отырған адам жоқ. Әкем мен шешемнің бітпейтін ұрыстарының куәсі болып қайтқанша, жалғыз өзім қалсам да құлағымның тыныштығын ойладым. Өсіп жүргенде бір жігітпен танысып, сезімдеріміз жарасып кетті. Жанымдағы құрбыларым ауылдарына кеткен сайын ол менің жанымда болатын. Ол барда ештеңеден қорықпай, өзімді қауіпсіз сезінетінмін. Бір-бірімізге бауыр басып, үйленуге шешім қабылдадық. Тұрмысқа шықпай тұрып сүйген жігітімнен бала көтердім. Қыз баланың оң жақта отырып жүкті болғаны нағыз масқара екенін білсем де, сезімімді тұсаулап ұстай алмадым. Әрине, өз кінәмді мойындаймын. Студенттік шақ адам өмірінің ең маңызды, ең қызықты кезеңі ғой. 3-ші курсты аяқтап қалғанымда мен өзімнің жүкті екенімді білдім. Бұл сырымды ешкімге де айта алмадым. Анама айтуға жүрексіндім. Жай күнде үлгізеп отыратын әкем анама тіпті тыныштық бермейтін шығар деп қорықтым. Сырымды жасырып жүргенде бәрібір шындықтың беті ашылатын сезсемде үндемедім. Жігітім үйленуге асықпады. Сол күндердің бірінде анам мені іздеп жатақханаға келді. Ауылға бармай қойғаныма да 6 айдан асып бара жатқан соң уайымдап келген бет екен. Анам менің мына түрімді көріп байбаламға басты. Сөйтіп анамның ашуының арқасында мен сол жігітке тұрмысқа шықтым. Ақ босаған аттамас бұрын абыройдан айырылған соң, мені ол үйде ешкім де сыйламады, құрметтемеді. Қайынсіңлі қайнапкелерім жоқ, тек қайным ғана бар. Ата-енем 2 ұлды өсіріп, солардың тілеуін тілеп отырған жандар. Алғашқы келіндерін дәл бұлай түсіріп аламыз деп ойламаған болар. Жылы қабақ танытпады. Айыбымды білгеннен кейін мен де оларға қарсы дау айтпаймын. Бірақ тұңғышымды аман-есен өмірге әкелгенімде әлі де солай жалғаса берер ме еді?
Балам іште жатып шетінеген соң, менің де тілім шығайын деді. Енем маған қырсығып, той жасап бермеймін, ұлымды үйлендіруге әлі дайын емес едім. Тек сенің шешеңнің сөздерінен соң амалсыз үйлендіруге тура келді. Егер жөніңмен келіп, босағаны адал аттағанда көңілімізде күдік қалмағанда, өз сыйыңды жоғалтпастан келгеніңде бәрі де басқаша болар еді. Дәл осындай сөздерді айтатын. Сүйгенім үшін шыдап жүргеніммен бұл жағдай жүйкеме салмақ салмай қойған жоқ. Мен де ата-анамнан көргенімді қайталап, күйеуім көзіме көрінсе ұрысқа сылтау іздей бастадым. Жалғыз ғана менің кінәм емес қой, анаңа осыны түсіндіріп айт, әйтпесе ажырасайық деп талай талап қойдым. Күйеуім анасына жағдайды түсіндірген болар. Біздің тойымыз өтетін болды. Тойымыз өткен соң ішімдегі 6 айлық баланың қимылдамай қалғанын сездім. Жүріп тұрған кезінде ішімде былқ-сылқ етіп жансыз дененің жатқанынан секем алып дәрігерге қаралдым. Күдігім расталды. Бала іште жатып шетінеп қалған екен. Толғақ шақыратын дәрінің күшімен босанып, қатты қиналдым. Алғашқы жүктілігім болғандықтан бұл жағдай одан сайын есеңгіретіп кетті. Өмір сүрудің еш мәні қалмағандай өзімнен өзім тұйықталып қалдым. Жаны ашыған енем қасымнан табылғанымен, оны енді көргім келмейтін халге түстім. Тек жылаумен өткен күндерім үшін мен ақымды өзгелерден алғым келді. Сөйтіп күн сайын күйеуіммен ұрсам, бірақ біз ажырасып кеткен жоқпыз. Олар менің жүйкемнің жұқарғанына өздерін кінәлі санап барлығын көтерді. Қазір қайным да үйленген соң ата-енем біздің еншімізді беріп бөлек шығарған. 4 баланың анасы атандым, бірақ баяғы әдетімді қоя алмай келем. Яғни тырнақ астынан кір іздеп, күйеуіме жоқ жерден тиісіп, ұрыспасам басым ауыратын күйге ұшырадым. Өз-өзімді тартып ұстап, тыныш отырайын десем де еркімді билей алмай қалам. Балаларым да менің балалық шағымды қайталап өсіп келеді. Ата-анасының күнделікті кикілжіңі оларға да әсер етпейтін болып барады. Балаларым кішкентай кездерінде біз ұрысқан сайын бұрыш-бұрышқа тығылып, бүрісіп отыратын. Оларға қарап, жаным ауырса да әдетімді тия алмадым. Кейін олардың да еті үйреніп бір-бірімен ұрсатын халге жетті. Мұның дұрыс еместігін білем, балаларыма жақсы үлгі көрсетуге тырысам, бірақ қолымнан келмейді. Енді өзімді өзгертуге қанша тырыссам да мүмкін емес. Ата-енем де, қайным мен келінім де біздің үйге келуден ат-тондарын ала қашады. Баяғыда өзімде ата-анамның үйіне барғым келмейтін секілді. Себебі барлығы отбасында береке бірліктің, тыныштықтың жоғынан. Олар да дәл мен сияқты берекесі қашқан үйге бас сұққылары келмей қашады. Ата-анамның үйіне баруды да қойдым. Ол жаққа баратындай да қалде емеспін. Шынымды айтсам, біздің үйге қонақта келмейді. Күйеуім достарын ертіп келуге намыстанады, ал туған туыстар сырымызға қанық. Өзімізде қонаққа бірге барғымыз келмейді. Қонақ болып отырған жерімізде де ұрсып қаламыз. Бір-екі рет үй иелері жақтырмай, өз үйлеріңе барғанда айтысасыңдар деп айтып тастаған болатын. Содан бері ешқайда барғым да келмейді. Мұндай жағдай менің ғана басымда мекен, әлде мен сияқты отбасылар бар мекен деп ойланам. Күйеуім де осы күні менің сұңқылдаған даусымнан қашып, сырттан қызық іздеп жүрме деп қорқам. Өйткені үйде болғаннан түзде жүргені көп. Көбінесе үйге біз ұйқыға жатқанда оралады. Мен де оның жанына тыныштық бермей, телефонына қоңырау шалып, түртпектегенді жақсы көрем. Олай етпесем, тіпті тыныш ұйықтай да алмайым.